Тараздық Зүлфия Төленованың үстінен екі баппен қылмыстық іс көтеріліп, ол күні кеше изоляторға қамалды. Ал Зүлфияның қарауында қалған өзге балалар не болды деген сұраққа жауап берейін. Қазіргі таңда Зүлфияның қамқорлығында бала жоқ. Олардың бәрі мемлекеттің қарауына өтті. Қазіргі таңда күдіктінің қамқорлығында ешбір бала жоқ. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Қинау, ұрып соғу бабымен көтерілген іс соңына жетеді деп сенем. Ағайын, бұл қыздарыңызға өте абай болыңыздар. Ұрсысқанда не деп ұрсады? Не үшін ұрсады, не себеп ұрсады? Құндыз маған бәрін айтып бер мақұл ма? Сен үшін ол білесің ма? Бәр нәрсені айтып бер маған. Ойды қалғың келмесе айтып бер маған, шындықтың бәрін мақұл ма? Білесің ғой? Не істеді ол саған? Бостан босқа ұрса бере ма? Бостан босқа? Ұрсып айқалып, ұрсып ұрады маған. Айқалап, азында айқалап тұрғысады. Ұры бойыда ма? Айқалап. Төсегін тартып алып, тартып жұлқылап. Мен тұрғысады. Тағы не істейді? Тамақ қандай тамақ? Нормаль тамақ ішіп жүрдің ба? Тамақ бере ма, бермей ма? Тамақ бере ма өзі? Жейсіңдер ма тамақ? Иә. Қандай тамақ жейсіңдер? Білмеше. Ет жейсіңдер ма, жемейсіңдер ма? Жейсіңдер ма? Тағы не істейді? Саған не қиындық көрсетеді олар, айтшы маған. Ол жақ қарай бермеші, маған қарасай. Не аласың ол жақ қарамақ қой, маған қарасай. Не істейді сонда ол? Қандай қиындық көрсетеді? Сен кім байлады? Иә. Мама. Мама? Зүлфия ма? Иә. Сен Таня байлады деді ғой. Зүлфия байлады ма? Қалай байлады? Ұрып байлады ма? Қолыңды көрсетші, неге қолыңды не ала бересің? Не болды қолыңа? Көгеріп қалды ма? Мына жерлерің ба? Осы жерлеріңнен ұрды ма? Ұрысы білесің ғой, иә? Бір қараса, сен мұндай емес едің ғой. Не істеді, дәрі берді ма? Сен соны дәріні ішпеймін дедің ба? Алдында екеуміз эфирде сөйлескен кезде де айттың ғой сен, дәрі беріп жатыр деп. Қинап ішкізе ма? Ол сенің денсаулығыңа керекті дәрі екен ғой? Ол сенің денсаулығыңа керекті дәрі екен ғой? Ұрмай ма сені? Маған қарап айт, точно шындықты айт. Шындықты айтатын болсаң, кетесің, егер өтірік айтатын болсаң, көп нәрсені жасырып қалатын болсаң, қап кетесің ол сияқты. Тағы да сол үйге барасың. Маған қарамайшы, маған бұған мән бермей қойшы. Айтшықын жүзген, ол кісіге де мән бермей қой, ол кісі таниды ғой. Ұрды ма? Қай жерінен ұрды? Қолымнан. Қолыңнан ұрды ма? Кім ұрды? Зүлфия апай ұрды ма? Зүлфия апай. Қалай ұрады? Қалай ұрады? Қатты ұра ма? Не үшін ұрады сен? Не істеп едің? Не істеп қойдың? Не бүлдірдің? Не себеп тұрады? Айта бер. Дәрі ішкен. Дәрі ішпеймін дейсің бе сен? Сол үшін ұра ма? Назгүлді ше? Назгүлге ұрсады. Ұрса ма? Бірақ ұрмай ма оны? Ұрсады. Жоқ. Сен ұра бере ма? Иә. Ұрсып ұрады. Қинады ма? Шыныңды айте маған, не? Мен ұрсысқанда не деп ұрсады? Саған сахна құрып береді, одан кейін сахнаға ән айтасың, иә, Гүлжан ханым? Ән айтамыз, иә. Руслан ағаң келгенше ән айтамыз, би де билейміз. Психологтар келеді, барлық мамандар өзімен келіп жұмыс жасап тұрады. Өзім де келіп тұрам. Онда біз сіздерге аманаттап, ары қарай жол жүре берейік. Біз құжаттарды рәсімдеп, одан кейін тағы да келеміз. Жарайды. Құндыз, Назгүл, жақсы ма? Мен қайттан келем. Әзірге Бибігүл, сіз осында боласыз ғой? Бүгін қайтасыз ғой, жалпы қазір 5-10 минут болып сөйлесіп тілдесіп, Енді жақсы қараңыз дегеніңіз бір хотя бы деген жаман көңіл етеді екен. Енді бұл қыздардың бұған дейін тағдырлары ауыр болды да, содан кейін енді. Көрдіңіз ба, класстас жылап не істеп тұр. Уайымдемеңіз, телефонымды жазып алыңыз, хабарласып тұрыңыз. Бас көз болыңыз. Алла қаласа. Бәрі ойдағыдай болсын.
Енді мен білмеймін, бұл қыздарды маған бере ма, бермей ма ана отырар. Алдында мен заявка тастағанда бермей қойған. Енді екінші рет беретін шығар құдай Бұл қаласа. жерде негізінде бар жағдайы бар ғой, көріп тұрсыздар ғой. Иә. Жылы жағдайы бар. Құндыз, жақсы, давай. Қыздарды титтайынан әкеп өсіріп, мысалда былай айтқан кезде әлде менің де нервім железін емес. Жақсы, енді сіздің таңдауыңыз, қалауыңыз ғой. Мен бірақ сұрақ қойдым, қазіргі жағдайлар не болып жатыр деп. Олар қайда қазір? Балалар үйінде. Аналар хабарласып тұра ма? Аналар хабарласпайды. Түгел құжаттарын айта беріңіз. Бәрін құжаттарын апарып бердім. Мен опекунство ештеңе алған жоқпын. Бұрынғы судимыз болған шешесінің документтерін бәрін апарып бердім. Бүкіл маған қалай келді, солай документтерін, киімдерін бәрін апарып бердім. Осылай жиі ұратын бедіңіз оларды? Жиі ұрмаймын. Бір рет қатты ашуыма тиді. Мен де анамын, не? Қатты мендегі тамақ қойып қойған өзім. Енді мен сырны, мен только бір минусымды түсіріпті ғой, мен онда түгел шығар. Минусымды ғана түсіріп отырған ғой. Бір неужели мен осы уақытқа дейін қатайып қалған, қатып қалған анам, мысалда, қаншама бала шаға өсіп жатыр, қаншама мысалы осы жерден ұшып кетіп жатыр, қаншама ел кеп, жағдайын кеп осы жерде кеп отырып кетіп жатыр. Білмеймін, мен бар ғой, менің де жеке өмірім бар ғой, мен бүт өмірім ешкімге жауап бермейтін шығармын. Мен де жалғыз бастанамын, мен де денсаулығым жоқ, қазір учетта тұрған адаммын. Қыздарды титтайынан әкеп өсіріп, мысалда былай айтқан кезде әлде менің де нервім железін емес. Жақсы, енді сіздің таңдауыңыз, қалауыңыз ғой. Мен бірақ сұрақ қойдым, қазіргі жағдайлар не болып жатыр деп. Олар қайда қазір? Балалар үйінде. Аналар хабарласып тұра ма? Аналар хабарласпайды. Түгел құжаттарын айта беріңіз. Бәрін құжаттарын апарып бердім. Мен опекунство ештеңе алған жоқпын. Бұрынғы судимыз болған шешесінің документтерін бәрін апарып бердім. Бүкіл маған қалай келді, солай документтерін, киімдерін бәрін апарып бердім. Осылай жиі ұратын бедіңіз оларды? Жиі ұрмаймын. Бір рет қатты ашуыма тиді. Мен де анамын, не? Ішімдікті жиі ішесіз ба? Жоқ. Жалпы ішесіз ғой? Ішем. Содан кейін Құндыз бен Назгүл қыздар бәрі осы үйде тұрады екен ғой? Қайсы? Осы Міне жылы. Жалпы жылы мен бөлек бар осы үйдеміз. Не жамашылық көріп тұр. Бірақ мен алдында келген кезде бөлмем анау деп көрсетті ғой, үлкен үйдегі. Ол кезде соны не қылдық? Кейін мына жақта жасымен айленде жататын. Ауыстырдық. Орындарын ауыстырдық. Неге? Мына жақ жылы. Түсінген ана қыз мен көзім алдымда болсын жететін. Қай қыз? Жасыменді. Көбіне көзім алдымда болсын деп. Неге? Енді бой жетіп келе жатыр. Подростковый возраст дей ма қазір? Бұл маған емес, энергия шығарса бір. Иә. Энергия ғой. Апар. Иә, соқа қойырсың. Енді Құндыз бен Назгүлдің жағдайынан хабар алып тұрған кезде сіз бұндай олқылықтарды айтқан жоқсыз о баста. Мен енді ол сіз именно осы екеуіне келесіз ғой, басқа бала шағада сіз сұрамайсыз да оларға. Сұраймын балаларға, кешеде сұрадым, балалар қайда көрінбейді ғой деп. Әкелсеңіз де осы екеуіне ғана, басқалар маған керек емес деп өзіңіз. Мен мүмкіндігім жеткенше алып келемін. Жоқ, мен сізді мысалы әкеп бер деп жатқан жоқпын. Аллаға шүкір. Шамам келгенше өзім асырап жеткізіп. Мен солар жөргегінен бақтым. Мен титтайынан бақтым соларды. Мен ұрып сол. Мен слишком онда қатыгез. Айтатын шығарса, мейлі ғой енді. Халық уже айтатын айтып жатыр ғой қаншама нелерді.